Кеш жарық қымбатты дәулетті ханымдар, қалайсыздар? Даусым қалай естіліп тұр, бейнем қалай көрініп тұр, қосу белгісін қойып жіберіңіздер. Сабақ қалай? Көңілдеріңізден шығып жатыр ма? Инсайт алып жатырсыздар ма? Бастарыңызда лампочка жанып жатыр ма? Өткен сабақтағы тапсырма бізде не болды? Банка шағу болған, Көңіл күйлеріңіз қалай? Энергия пайда болды ма? Өмірге деген көзқарас өзгерді ма? Кеш жарық, сәлеметсіз бе? Сәлем. Қалайсыз дейді, жақсы, қыздар жақсымын, аман есен, барлығы жақсы менде. Сәлем. Денең дір ете қалады, банка керемет тамаша дейді. Іштеріңізде бір нәрсе пукет жарылған сияқты болады. Ол сол пукет жарылған сәтте трансформация орнайды. Ал енді ішінде ештеңке жарылмады ғой деп уайымдаудың тағы да қажеті жоқ. Бәрібір де. Даже білесіздер ма, сіздердің жіберген видеоларыңыз бар ғой, мен сырттарыңыздан жазуға уақытым болмаса да бәрін қарап отырмын. Сіздердің видеоларыңызға қарап мен рахаттанып отырмын ғой. Сол просто видеоның өзіне қараған кезде жан дүниеңде бір жайлылық пайда болады. Менде лампочка киімді теріс киген техникада жанды дейді. Әркімге әрқайсысы әртүрлі жағынан әсер етеді. Саламатсыз, Құралай Сатиевна дейді. Сәлем. Менде олай болған жоқ дейді. Кеш жарық. Картобар қалағанымызға қанша күн болды? Бізде 10 күні басталды ма сабақ? 10 күннен астам болды, Сабақ қай күні басталды, қыздар? 12-сі басталды, 12-сі басталды. Тура бүгін 10 күн болыпты. 10 күн картобар қалап жүрсіздер, Басталды ма? Басталды, Таяқ жерге басталды. Сабағымыз тасталды. Сабағымыз басталды. 12-сі ровно бүгін 10 күн болыпты. Ал комментарийді өшірейік. Қайырлы кеш, қымбатты дәулетті ханымдар. Бүгін міне біздің мега курсымыз, дәулетті ханым курсының кезекті сабағы. Барлықтарыңызға қош келдіңіздер деймін. Бүгінгі сабақта біздің негізгі талқылайтын мәселеміз ол ел не дейді деген шалшық судан шығу. Яғни сіздер өткенде техникалар жасаған кезде елдерден ұялып, ел не дейді деп жаңағы ойлаған ойларыңызға трансформация жасау үшін берілген болатын. Енді сол трансформация сіздерде қаншалықты дәрежеде болды екен, өздеріңізді бақылап отырыңыздар. Мен айтып отырған кезде ел не дейді деген шалшық суда бүкіл қазақ жүреді деп айтуға болады. Барлығымыз жүреміз. Тіпті арасында мен де кіріп кетемін сол шалшық суға. Ел не дейді деген. Ел не дейді деген стереотип бізді құртады. Себебі ел үшін өмір сүреміз. Өзіміздің жүрегіміз нені қалайды, жан дүниеміз не қалайды, жан дүниемізбен біз доспыз ба, соған мән бермейміз. Айналамыздағы адамдардың пікіріне тәуелді болып өмір сүреміз. Шалшық су, ол қандай су? Таза су емес, лай суды шалшық су дейміз. Ел не дейді деген шалшық суда өмір кешеміз,
сөйтеміз деп балаларымыз үйленсе елден ұят болмасын деп кредит алып той жасаймыз. Елден ұят болмасын деп мобильный телефонның өзін қарызға аламыз. Елден ұят, ел не дейді, ел деген ел дейміз да. Бұл шынымен біз өзіміздің ішкі жан дүниеміз не қалайды? Маған не керек? Соны білмейміз. Жан дүниелеріңіздегі өзіңізге деген махаббатты оятқыларыңыз келсе, ел не дейді деген шалшық судан шығыңыз. Ел үшін өмір сүрмеңіз. Енді қараңыз, елден ұят болады деген сөздің бұл минус жағы болатын болса, бұның плюсі де бар. Баланы тәрбиелеген кезде көбінесе біздің ата-аналарымыз қолданды, иә. Елден ұят болмасын, жақсы оқы, елден ұят болмасын, жаман атыңды шығарма, елден ұят болсын, атақ абыройыңмен тұрмысқа шық деген сөздер. Бұл енді бізді тәрбиелеу мақсатында айтылатын нәрселер. Және де елден ұят болмасын деп өзіміздің немізді кішкене ұстау, нәпсімізді ұстау, ол керек, бірақ әр нәрсе умеренный болу керек. Өзінің шегінен шығып кетпеу керек, өзінің қандай да бір рамкасы болу керек. Біз қайтеміз, елден ұят болмасын деп өзімізді ұмытып кетеміз. Өміріңізде қанша рет болды осы елден ұят болмасын деген? Елден ұят деп сыртқа жұмысқа барған кезде әдемі киініп барамыз, елден ұят деп. Бірақ үйде ондай әдемі киініп жүрмейміз, өйткені үйдегілер ел емес қой. Үйдегілер өзіміздің адамдар, иә. Елден ұят болмасын деп жаңа той жасаймыз, елден ұят болмасын деп кредитке баламызға, басқамызға не алып береміз, сотқа алып береміз. Ел деп ел үшін өмір сүреміз. Ал неге біз үйде әдем болып жүрмеске, иә? Үйде ең жақын адамдарымыз үшін әдем болмасқа. Неге? Ел дегеннен гөрі ең бірінші өзіңізге қарай көңіл бөліңізші. Ішкі жан дүниеңіз нені қалайды? Одан кейін елден ұят болмасынан бөлек тағы да ел деген бар. Айналамызда қандай ел бар, айналамызда қандай адамдар бар, соларға қарап еліктегіш халықпыз да, еліктейміз. Біреу үй алса үй алғымыз келеді, машина алса машина алғымыз келеді, бриллиант алса бриллиант алғымыз келеді, көйлек кисе көйлек кигіміз келеді. Үйінің сыртын ақпен бояса ақпен бояғымыз келеді, көкпен бояса көкпен бояғымыз келеді. Көрдіңіздер ме? Тағы да ел. Неге біз өзіміздің қалауымыз не екенін анықтап алмаймыз? Мына ішкі жан деңгейінде өзінің қалауын білмеген адамдар өмір бойы бақытсыз болып өтеді екен, психологтардың зерттеуі бойынша. Неге? Себебі ел үшін өмір сүреді да. Ананың машинасы бар, менің де машинам болу керек. Ол мына ішкі жан дүниесіне керек пе, керек емес пе, оған бәрібір. Қалап тұрма, жоқ па? Жан дүниенің шынымен де қалауы не? Оның шынымен де қалауы әдемі көйлек па? Жоқ әлде жай ғана балаларының ортасында отырған ана болу шығар. Мүмкін сіздің шынымен жан деңгейіндегі қалауыңыз үлкен особняк, коттедж емес, сіздің әйтеуір жылы, таза, балаларыңыз ұйықтап демалатын жері бар, қарны тоқ, көйлек көк болып, сізбен бірге асыр салып ойнап жүретін тап-таза үй ғана керек шығар сізге. Жан деңгейінде сізге не керек? Алдымен соны анықтап алыңыз. Ел не дейді деген шалшық судан сізді шығаратын киімді теріс кию, сонымен бірге жаңағы банканы шаққан кезде де ішкі негативті арылтудан бөлек, сіз айналаңыздағы адамдарға ел не дейді деген стереотипіңізді жою үшін елдерден ұялмай далаға шығып, оны шақтыңыз, иә. Енді қараңыз, сіздер жазып жатырсыздар, балам не істеп жүрсің деп ренжіп жатыр деп, иә. Бұл сіздің қалауыңыз. Неге сізді бала басқаруы керек? Немесе неге сіз баланы басқаруыңыз керек? Осы нәрсені түсініп алғандарыңызды қалаймын да. Біз баланы басқармаймыз. Бала өзінің жүрегінің қалауымен өмір сүру керек. Әрине бізге бағынады, біз оларға тәрбие беретін тәрбиеші болғаннан кейін олар бізге бағынады, бірақ біз ересек адамдар сол баланың жүрегінің қалауымен, жан деңгейіндегі қалауымен, оған қандай кезде комфортна, ол нені қалайды, соны біліп, сомен санаса білуіміз керек. Егер сіз санаспасаңыз, онда өскен кезде балаңыз өз үшін шешім қабылдай алмайтын адам болып қалады. Барлық әрекетті, барлық сұрақтарды, барлық істейтін істің барлығын сіздің қалауыңызбен шешіп жүрген адам, ол өскен кезде өз бетімен, өз қалауымен әрекет ете алмайтын болып қалады. Энергия. Бүгін мен сіздерге энергия туралы айтайын дегенмін.
оны айтпас бұрын жалпы энергия бізге не үшін керек? Мына баннерлердің орны ауысып кетіпті. Қыздар, кешіріңіздер. Түсінбей қалдым өзім. Энергия кім үшін керек? Яғни мына әйел энергиясы туралы айтқым келеді. Әйел энергиясы біздің осы алдымыздағы отырған қыздардың барлығында біреуінде үлкен, біреуінде кіші, біреуінде орташа энергия бар. Сол энергияларыңыз сіздердің мына өмірдегі сүріп жатқан тұрмыстарыңыздың көрсеткіші. Сізде әйел энергиясы қаншалықты, сіздің қолыңызда соншалықты ақша бар десем, келісесіздер ма? Иә, шынымен де солай. Сіздің күйеуіңіздің тауып жатқан ақшасы, балаңыздың тауып жатқан ақшасы, және өзіңіздің тауып жатқан ақшаңыз, жалпы отбасына кіріп жатқан кіріс тікелей сіздің женский энергияңызға байланысты. Женский энергияны Алла тағалам бізді жаратқан кезде, еркек эмоция дейді ғой, энергияны. Женский энергия ол эмоция. Алла тағалам бізді жаратқан кезде еркектердегі жоқ нәрсені бізде көбірек жаратқанда. Мысалы, еркектерде логика жақсы дамыған, оларда логика мықты, ал әйелдерде логика кішкене еркектерге қарағанда төменірек болады. Ал әйелдерде энергетика мықты, эмоция мықты, яғни көп күлетін, көп жылайтын әйелдер. Эмоция мықты, ал еркектерде ол азырақ. Сондықтан жаратушы жаратқанда еркек пен әйелді бір-бірімен бір-бірін толықтырып тұрсын деп солай жаратқанда. Ал енді әйел энергиясы отбасына табыс әкеледі. Сіздің отбасыңызға кіріп жатқан табыстың деңгейі төмен болса, онда мен қай жерде энергиямнан утечка болып жатыр, қай жерде мен энергиямды құртып қойып жатырмын, неге менің энергиям аз, неге мен оны көтермеймін деген сұрақтармен ойлануыңыз керексіз. Энергия қай кезде утечка болады? Энергияда ең бірінші адамдарды көре алмаған кезде утечка болады. Егер сіздің жан-жағыңыздағы болып жатқан, жетіп жатқан жетістіктер, жақын алыс туысқандарыңыздың, жақын туысқандарыңыздың жеткен жетістігі, таныстарыңыздың жеткен жетістігіне ішіңізде қандай да бір көре алмаушылық болатын болса, ол сіздің энергияңызды жейді. Сараңдық, яғни қолдағы барды бере алмау, бөлісе алмау, ол деген жаңағы садақа бермеу, біреудің сұрағанына үнемі жоқ деп айта беру, қолыңда болып тұрса да оны бермей қою, осының барлығы сіздің энергияңызды жейді. Одан кейінгі сіздің энергияңызды жейтін нәрсе, ол сіз осы жерде, осы сәтте өмір сүре алмасаңыз, энергияңыз желінеді. Осы жерде, осы сәтте өмір сүру деген не? Осы жерде, осы сәтте өмір сүру деген, ол сіздің, мысалы, сіз тамақ жасап жатырсыз дейік. Тамақ жасап жатырсаңыз, сол тамаққа ғана бүкіл ойыңызды бөлу. Сол тамақтың әдемі шығуына, сол тамақтың дәмді шығуына, сол тамақты бар ынта-шынтаңызбен бүкіл энергияңызды сол жерге, бүкіл махаббатыңызды сол жерге салып жасау. Осы жерде, осы сәтте болу деген не? Күйеуіңізбен әңгімелесіп отырсыз ба? Сотканы шұқылап, подругаңа сол күйеудің көзінше звондап, немесе басқа ойыңыз, басқа жақта отыру емес. Күйеуіңізбен дәл сол жерде, осы сәтте, осы жерде өмір сүріңіз. Әңгімелесіңіз, бүкіл ойыңыздың бәрі, бүкіл фокусыңыздың бәрі күйеуде болу керек. Баланың сабағын оқытып жатырсыз ба? Бүкіл фокусыңыз баланың сабағында болу керек. Балаға, оқи деп қойып, өзіңіз телефонмен құрбыңызбен сөйлесіп отырсаңыз, энергия екі жаққа шашылам дейді да, бүкіл фокусыңыз, мысалы, бір жерде болмағаннан кейін фокусыңыз ана жаққа да, мына жаққа да ажырағаннан кейін адам энергиясын жоғалтады. Тағы да қалай мысал келтіруге болады? Мысалы, сіздер қазір бүкіл менің сабақтарыма қатысып жатырсыздар, Дәулетті ханым курсына қатысып жатырсыздар. Бұл курстан алған білімдеріңізді қорытып, тапсырмаларды орындап, айналаңыздағылармен бөлісіп, міне бүкіл жан тәніңізбен, ынта-шынтаңызбен осы жерде болғаның кезіңізде эфирді ұмытып кетпей, оған ертең көріп алам деп қалып, бірсі күні көріп алам деп қалу, ол дұрыс емес. Мына курсқа қатысып жатырса, бүкіл ынтаңызбен осы курста отырыңыз 1 сағат. Мысалы, үй жинасаңыз,
бүкіл фокусыңыз үйде болу керек. Яғни не нәрсені жасасаңыз да бар жан тәніңізбен, махаббатыңызбен, ынта-шынтаңызбен жасаған кезде сіздің энергияңыз көбейеді. Ал бір нәрсені басын бастап, аяғын тастап, анда жүгіріп, мында жүгіріп жүрген адамдардың энергетикасы азаяды. Егер сіз дәл осылай өмір сүрсеңіз, анда жүгіріп, мында жүгірген фигара там, фигара здесь болатын болсаңыз, онда сіздің энергияңыз азаяды. Энергия ол адамға табыс әкелетін нәрсе болғандықтан, оның көп болғанына, оның жаңағы қалай айтсам, үнемі толығып отырғанына бәріне біз мән беруіміз керек. Енді қараңыздаршы, энергия кім үшін керек? Қалай ойлайсыздар? Сіздің энергияңыз кімге керек? Ең бірінші бірден жауап беріңізші, кім үшін керек сіздің энергияңыз? Ол сізге ақша келеді екен, ол отбасыңыздың берекесін кіргізеді екен, әйел энергетикасы. Әйел энергетикасы ер азаматқа не береді екен? Күш қуат береді екен. Қалай ойлайсыздар? Ең бірінші әйел энергиясы кім үшін керек? Сұрақтарыңыз дайын ба? Жауаптарыңыз дайын ба сұрағыма? Ендеше ары қарай кеттік. Жаңа мен 70% сенімдімін. Көптеріңіз балам үшін керек деп айттыңыздар. Көптеріңіз күйеуім үшін керек деп айттыңыздар. Өзім үшін керек дегендеріңіз ол өте аз болады. Ол қалыпты жағдай. Өзім үшін керек деп айтатыңыз. Әрине, ең бірінші сіздің өзіңіз үшін керек. Біз ылғи да ақша тапсақ бала үшін табамыз, үй жинасақ күйеу үшін жинаймыз, немесе өмір сүрсек тағы біреу үшін өмір сүреміз да, бірақ өзіміз үшін өмір сүрмейміз. Бір нәрсені түсініп алыңыздаршы, ең бірінші өзіңіз үшін өмір сүріңіз. Өзім дегенде айтады қазақ, өгіз қара күші болады адамның. Егер сіз кез келген дүниені өзім үшін деп жасасаңыз, ол өте керемет, эффективный, продуктивный болады. Энергиямды өзім үшін көтерем деген принцип қойыңыз алдыңызға. Өмірді өзім үшін жақсы көрем, өмірді өзім үшін сүйемін, біреуге міндет қылмаймын өмір сүргенімді. Тамақты да өзім үшін жасаймын, киімді де өзім үшін киемін, ел үшін емес, өзім үшін. Қараңыз, сіз өзіңіз үшін энергия ең бірінші өзіңіз үшін керек. Неге дейсіздер ғой? Әйел энергетикасы бұл ер азаматтарға беру, айналасына жаңа қуаныш сыйлау, күліп жүру, махаббат сыйлау арқылы әйелдің энергиясы жан дүниесінен айналасына нұр болып шашылады. Сол үшін қазақ айтады, әйел бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербетеді деп. Яғни мына бір жағыңыздан әлемге нұрыңызды шашсаңыз, бір жағыңыздан бала шағаңызға, өзіңіздің отбасыңызға нұрыңызды шашасыз. Ол шашатын дүние ол сіздің энергияңыз. Яғни сіз сөйтіп жан жағыңызға энергияңызды шашқан кезде, ол энергия сол берген адамдарыңыз сізге риза болған кезде өзіңізге қайтып келеді. Сөйтеді, сізде энергия алмасу пайда болады. Сіз адамдарды риза етесіз, олар сізге риза болады, сізге энергияңыз қайтып келеді. Сөйтіп ризашылық арқылы, күліп жүру арқылы, адамдарға қуаныш сыйлау арқылы сіздің энергияңыз үнемі мынандай айналымда тұрады. Енді қараңыздар, кеше сіздер чатта жазып жаттыңыздар. Мен күліп тұрып таксистке 500 теңге беріп едім. Сол күні ол таксисттің табысы көбейіпті. Кешкісін әйел екеуі тапқан ақшаларын санап отырып, жаңағы таксист әйеліне айтыпты деп сіздердің жазғандарыңыз ғой. Бүгін бір әйел отырып, күліп тұрып, бұл ақша сізге табыс әкелсін деп беріп еді, бүгін менің табысым көп болды. Сол кезде сіздің берген ақшаңыз емес оған табыс әкелген. Сіздің берген күлкіңіз, сіздің берген көңіліңіз, сіздің берген энергетикаңыз оған ақша келді. Ертесі күні дәл сол ханым, атын ұмытып отырмын, дәл сол ханым тағы да такси шақыртса, ана жігіт сол кісінің шақыртуына бірден келген. Сіз кеше маған солай ақша беріп едіңіз, оқып бердіңіз ба, дуалап бердіңіз ба, не істедіңіз? Маған тағы да сөйтіп беріңізші деп. Көрдіңіздер ме қыздар, сіз біздің берген көңіліміз бізге ақша, ол адамға да ақша болады, өзімізге де энергия болып қайтып келеді. Ол сізге риза болып тұр, сізге приятно болды ма? Болды. Энергияңыз көтерілді ма? Көтерілді. Сіздің энергияңыз көтерілгеннен кейін сіздің үйіңізге кіретін табыстың көзі молаяды. Сізге көбірек келетін болады. Айналаларыңызға жақсылық сыйлауға, риза болуға, күліп жүруге, күлкі сыйлауға, бір шат-шадыман өмір сыйлауға
тіпті жадничать етпеңіздер. Ол сізге қайтадан ақша болып қайтып келеді. Енді қараңыздар, энергетика әйел адамда бүйтіп алмасып тұрады дедік қой. Сол алмасып жатқан энергетика егер алмаспай қалса не болады? Алмаспай қалса катастрофа болады. Мына энергия, мына жер мысалы күлмей, ешкімді жақтырмай, закрываться етіп, сөйлескісі келмей, өзінше болып тыштиып, бүйтіп жабылып қалған адамдарды жақтырмай жабылып қалған адамдарда энергиясы мына жиналады. Содан кейін ол сасыған су сияқты борсиды. Мына су ағып тұрмаса борсиды ғой, сол сияқты сасыған су сияқты борсиды. Енді сіздің энергияңыз борсығаннан кейін не істейді? Ол сіздің денеңізге тарайды да органдарыңызды бұза бастайды, ауруға шалдықтыра бастайды. Біздің энергиямыз денемізге жиналып қалған кезде біз бермеген энергетика, тұрып қалған энергетика, борсыған энергетика ең бірінші біздің нерв жүйемізді бұзады екен. Нерв жүйеміз. Яғни ашуланшақ боласыз, нервный боласыз, сіркеңіз су көтермей, ұрысқақ боласыз, тырысқақ боласыз. Бірден қайса чарт ете қалатын, пыж ете қалатын, тыж ете қалатын адамға айналасыз. Неге? Қараңыз, бұны мен сіздерге өмірде дәлелдеп берейін. Күйеулеріңіз алысқа қонаққа кеткенде, немесе командировкаға кеткенде, күйеулеріңізбен бүйтіп ренжісіп қалған кезде жынданып бүйтіп тырысып жүресіз ғой. Неге? Сіздің күйеуіңізге беретін энергияны тоқтатасыз. Ол алыстаған кезде жаныңыздан командировкаға немесе ұрысып қалған кезде сіз энергия беруіңізді тоқтатасыз. Өйткені неосознанно ол энергия оған берілмейді. Мына жеріңізде тұрып бастайды. Мына жеріңізде тұра бергеннен кейін сол сасиды. Содан кейін сіз нервная боласыз. Көбінесе байқасаңыздар, күйеуінен ажырасқан қыздар, нервная болады. Жанында ер азаматы жоқ, немесе жанында ұл баласы жоқ қыздар нервная болады. Неге? Өйткені ер азаматқа беру керек енергетика мына жерінде қалып қалды. Борсыған, болото сияқты болып тұрды. Ол сөйтіп адамның нерв жүйелерін шататс еткізіп жатыр. Нервная болып жатыр. Енді нервная болса, одан кейін не болады дейсіз ғой? Одан кейін екінші кезекте бүйректі құртады. Кімнің бүйрегі ауырады? Бүйректеріңізден ақаулық болып, ертеңгісін, таңертеңгісін беттеріңіз табақтай болып ісіп тұрып жүрсеңіздер, сразу біліңіздер. Бұл сіздің ер азамат деген кім ол? Сіздің балаңыз, күйеуіңіз, әкеңіз, қайындарыңыз бен қайнағаларыңыз, өзіңіздің бауырларыңыз, осының барлығы ер азаматтар, інілеріңіз. Соларға беретін энергияны мен бермей жүрмін, сондықтан менің бүйрегім ауырып жатыр деп біліңіз. Одан кейінгі үшінші жағдай, бұл әйелдерді семіздікке әкеп соқтырады. Егер сізде сондай томпақтық қасиетіңіз бар болса, сіз керекті деңгейінде энергияңызды ер азаматтарға, яғни айналаңыздағы жақын адамдарыңызға бере алмай жатырсыз. Энергия сонда біздің денсаулығымыз үшін керек екенде, энергияны беру, оны үнемі толықтырып отыру, оларға беру, қайтып алу, энергияны жоғарылатып ұстау ең бірінші өзімізге керек. Өзіміздің денсаулығымыз үшін керек. Екінші, балаларды үйлесімділікке үйрету үшін керек. Әйел энергиясын жоғалтып алған адамдарда мужской энергия көтеріледі. Әйел энергиясын жоғалтып алған әйелдерде мужской энергетика көтеріледі. Сол мужской энергетика көтерілгеннен кейін бір үйде екінші папа болып тұрасыз. Бір үйде екінші папа пайда болады да. Ал енді балаларға өзінің папасы бар. Сіздің папа болғаныңыз керек емес, балаларға мама керек. Соны түсіну керек та. Баланы үйлесімділікке үйрету деген осы. Еркек пен әйелдің бір-бірімен сыйласымдылықта, махаббатта, гармонияда, сондай берекеде өмір сүргенін балаға үйрететін әкесі мен шешесі. Сіз енді мужской энергияға кіріп алсаңыз, екінші папа болып үйге тұрып алсаңыз, балаларыңыз қарайды да, мамаларын сағынады, аңсайды. Үйлесімділікке үйренбейді. Сөйтеді да кейін өздері үлкейгеннен кейін қызыңыз болса, тұрмыс құрған кезде өзінің отбасында папа болып тұрып алады. Ұлыңыз болса, отбасын құрған жерінде өзінің әйелін папа жасап алады. Екінші еркек жасап алады, досы жасап алады. Сол досының тапқан ақшасын өмір сүреді, досының тапқан көрсеткен жолымен жүретін болады. Түсініп тұрсыздар ма? Баланы үйлесімділікке үйрету ата-ананың бірінші парызы.
иә, еркекті еркек деп танытқызып, әйелді әйел деп танытқызып, ананы құрметтеу, аялау керек екенін үйрететін, қыз баласын құрметтеп аялау керек екенін үйрететін анасы. Сол үшін балаларды үйлесімділікке үйрету үшін әйел энергетикаларыңызды көтеріңіздер, әйел энергетикасын жоғалтпаңыздар. Әйел энергиясы содан кейін барып ер азаматтарыңыз үшін. Сіздің энергетикаңыз, сіз қаншалықты нәзік, қаншалықты ер адамның алдында оның қамқорлығына мәжбүр екеніңізді сезіндіре алған кезде, қамқорлығына мәжбүр болу деген жертва состояниесіне түсіп, оның тапқан ақшасына кене сияқты присоциация етіп жабысып, соның ғана ақшасын жеп жату деген сөз емес. Түсініп тұрсыз ба? Ер азаматыңыз сіз үшін жанын беретіндей. Сіз нәзік болу керексіз. Сыртқа шыққан кезде жұмысыңызды істейтін, ақшаңызды табатын, отбасыңыздың қамын ойлайтын адам болуыңыз керексіз. Отбасында ер азаматыңыздың жанында нәзік, олар сізді әйел деп көре білуі керек қой. Әйел екеніңізді сезіндіре білу керексіз. Сол үшін сізге әйел энергетикасы керек. Күйеуіңіз, балаңыз, бауырларыңыз, әкеңіз, қайнағаларыңыз, қайындарыңыз сізден әйел энергетикасын сезінген кезде сізге қамқор бола бастайды, сізге жан аши бастайды, сізге қандай да бір сыйлық, қандай да бір қиналып істей алмай жатқан жұмысыңды істей салсам екен, көмектесіп жіберсем екен деген сондай сезім пайда болады оларда. Біз қайтеміз, бәрін бір үйге екінші папа болып тұрып аламыз. Бала үшін де, бай үшін де, бауыр үшін де, әке үшін де, қайнағалар үшін де жеңімізді сыбанып жұмыс істеуге мастерміз. Әр нәрсе өзінің орнында болу керек. Күн мен түн, мысалы, күн шыққан кезде ай кетеді, ай шыққан кезде күн кететіні сияқты табиғаттан үйрену керек. Сіз ер азаматтың жанында нәзік жан екеніңізді ұмытпаңыз. Сіз энергетикаңызды, женский энергияңызды көтеру арқылы ер азаматтарға оны сездіре аласыз. Ал сіз ер азаматтарға соны сездірген сәттен бастап сіздің өміріңіз өзгереді. Энергияны қалай береміз? Жарайды, энергияны біз энергияны наполняция еттік. Қазір былай істейікші қыздармен. Бірінші энергияны қайдан аламыз, соны айтайық. Энергияны біз қайдан аламыз? Әйелдер, нәзік жандылар, жалпы адамдар да, еркектер де барлығы энергияны осы 4 нәрседен алады. Ол ауа, от, су және жер. Ал әйелдер бұлардан бөлек энергетиканы өзіне деген махаббаттан алады. Айналасындағы адамдарға жылу шашып, риза болып жүргеннен алады. Өзіне деген махаббатты қалай түсіндірсем екен? Бұрын әжелеріміз шаштарын жуатында, соны деген бүйтіп әдемілеп, бүйтіп тарап, ол кезде укладка деген болмайтын ғой. Менің әжем өзі шашын үнемі бүйтіп сипалап отыратын. Бүйтіп өрген кезде бүйтіп ұшына дейін өретін. Соның өргеніне, соны жуғанына бір 2-3 сағат уақытын бөлетін. Қазір ойласам, ол кісі энергия алып отырады екен ғой. Өзіне деген махаббаттан энергия алып отырады екен. Айнаның алдында боянуыңыз, айнаның алдында бетіңізге крем жағуыңыз сізге энергия береді. Салондарға баруыңыз энергия береді. Әдемі көйлек киюіңіз, көйлек сатып алуыңыз, құрбыларыңызбен жақсы әдемі жерлерде жүріп, жақсы нәрселерге көзіңізбен қарауыңыз, жақсы әңгіме айтуыңыз, жақсы әңгіме тыңдауыңыз, жақсы нәрсе ойлау, ниетті тек қана жақсыға бұру, бұның барлығы сізге энергия береді. Бұдан бөлек әйел адамға энергия беретін нәрсе ол ауа. Ауадан энергияны қалай аламыз дейтін болсаңыздар, таза ауада көбірек серуендеңіздер. Сонымен бірге таза ауада жүрген кезде былай келе жатасыз ғой. Керемет бір техника айтып берейін. Ана ауаның барлығы бүкіл денеңізді, әрбір денеңіздегі әр клеткадан бүйтіп бүкіл денем ситады сияқты қылып елестетіңізді. Бүйтіп келе жатасыз ғой, жүгіруіңізге де болады таза ауада. Сол кезде бүкіл денеңізден ана таза ауа артқа қарай өтіп, бойыңыздағы негатив энергияның барлығын бүйтіп жұлып алып кетіп жатқан сияқты қылып елестетіңіз. Вот сонда сізге керемет энергия береді. Таза ауаны мен тыныстау, мұрынмен терең дем алып, ауызбен шығару, бұның барлығы сізге энергия береді. Ал енді оттан қалай энергия аламыз десеңіздер, от, қымбатты дәулетті ханымдар, біздің бұрын әжелеріміздің өзі жаңадан келін келген кезде оны отпен аластаған, өмірге сәби келген кезде
отпен аластаған, үйді отпен аластаған, сөйтіп энергетикасын жаңартқан. Ал оттан қалай энергия аламын десеңіздер, болады ғой мынадай не костер жағады ғой. Неге адамдар костер жағады да соған қарап отырады? От адамның энергиясын көтереді, негативтен тазалайды адамды. Неге плитаға, газ плитаға чай қойған кезде, тамақ қойған кезде, су жылытқан кезде оны бірінші жағып алып, сол плитадан жанып тұрған отқа біраз қарап тұрып, бүкіл бойымдағы негатив, жолымның болмағыштығы, бойымдағы қырсықтық, бойымдағы негатив, керек емес ескі энергияның бәрі отпен жанып жатыр деп елестетіңіз. Чатыр пұтыр етіп ол жанып жатқан елестетіп біраз қарап тұрыңыз. Сіз күніне газдың жанына бірнеше рет барасыз, бірнеше рет барған сайын асықпай бір 3-4-5 секундыңызды соған арнасаңыз болады. Бүйтіп қарап тұрып, содан кейін барып ары қарай тірлігіңізді істей бересіз. Оттан энергия алу деген осы. Оттан энергия алу өзіңізді осылай тазалауыңызға болады. Тіпті үйді аластаудың өзі энергия алуға жатады. Судан қалай энергия аламыз? Шомылған кезде және суды ішкен кезде. Күнде таңертеңгісін су ішесіздер ғой. Сол кезде содан рахаттану керек, энергия алу керек. Қоры сылқитып іше салу емес, күнде таңертеңгісін ішетін суыңыздың температурасы денеңіздің температурасымен бірдей болу керек. Ол немесе қатты ыстық, немесе қатты суық болмау керек. Денеңіздің температурасымен бірдей суды негізге бокалыңызға құйып алып, кружкаңызға құйып алып ішкен кезде бүйтіп глоток жасағаннан кейін ол суды бүйтіп кішкене алыстатып, терең демалып соған рахаттаныңыз. Біраз глоток жасағаннан кейін тағы да суды алыстатасыз да терең демалып соған рахаттану керек. Сонда ғана сіз судан энергия аласыз. Шомылған кезде, көлге түскен кезде, теңізге түскен кезде, ваннаға түскен кезде, сонымен бірге душқа түскен кезде сіз судан энергия алуыңызға болады. Қасиетті таза су бойымды тазала деп шомылған кезде айтып тұруларыңызға болады. Немесе әрбір бейсенбі сайын, бүгін міне бейсенбі ғой, әрбір бейсенбі сайын өзіңіз арнайы тазалану үшін алдым деп бір пакет тұз әкеліп, сол тұзды егер ваннаңыз бар болса, ваннаңызға салып жатып тазалануыңызға болады. Ваннаңыз жоқ, просто душыңыз бар болса, оған бір ыдысқа салып, оны бүкіл денеңізге ысқылап, скрабировать етіп, төбеңізден құйып, қасиетті таза су ойымды тазала деп тазалануыңызға болады. Сіздерге екінші тапсырма бүкіл денеңізді әр бейсенбі сайын тазалау, бірақ бүгін бейсенбі, бүгін сіздер сабақтан кейін денелеріңізді тұзбен тазалаңыздар. Тұзбен тазалап, сумен оны шайып тастаңыздар. Біз судан энергия аламыз, сөйтіп шомылып жатқан кезде. Ал енді жерден энергияны қалай аламыз? Жерден энергияны көбінесе жалаң аяқ жүру арқылы аласыздар. Жерге жақын отыру, жерге төсек салып жату. Біз енді барлығымыз өз төсегімізде жатамыз, как королева, бірақ болады ғой бір жерге қонаққа барған кезде жерге төсек салып беретін кездер болады. Менің де өмірімде жиі кездесіп тұрады. Ауылға барған кезде жерге төсек салып береді. Сондай кездерде жерге жатқанда бір рахаттанасың ғой. Жермен тікелей байланыста боласың да, энергия береді саған. Жерден энергия алу үшін табиғат аясына шыққан кезде астыңызға төсенішті төсей салып, жерге жатып кішкене демалыңыз, жерге отырып демалыңыз. Таза ауаға шыққанда жерге отырып, жерден де қасиетті жер ана сенен энергия алуға келдім деп, жерден де энергия алуларыңызға болады. Ауаны айттым, отты айттым, суды айттым, жерді айттым. Риза шығарсыздар. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді қараңыздар. Бұл энергетика. Жарайды, аннан аламыз, мыннан аламыз. Сонша энергия бізге не үшін керек? Денсаулығы мықты болсын десеңіз, энергияңызды көтеріңіз. Өміріміз мәнді, сәнді болсын десеңіз, энергияңызды көтеріңіз. Шынымен де Дәулетті ханымға айналғыңыз келсе, энергияны көтеріңіз. Неге дейсіздер ма? Мына жерді көріп тұрсыздар ма? Мына суретте мен сіздерге жерді көрсетіп отырмын. Жердің ортасында ядрасы бар. Ол ядра үлкен алапат күшке ие энергияға толып тұр да. Осы ядраның арқасында жерде әдемі тіршілік бар. Әдемі тіршілік бар. Ал басқа планеталарда ондай ядра жоқ. Тура ортасында осындай күш, энергетика жоқ басқа планеталарда. Сондықтан оларда жердегі сияқты керемет тіршілік жоқ ол жерде. Жерде махаббат та бар, жерде өмір бар, жерде су бар, ауа бар, топырақ бар, барлығы бар.
Ал басқа планеталарда ол жоқ. Неге? Өйткені оның ортасындағы энергетикасы жоқ басқа планеталардың. Сіздің де дәл осындай жер сияқты ішіңіздегі энергетикаңыз көп болған кезде сіз махаббатқа да бөленесіз, қалағаныңызға да қол жеткізесіз, дәулетті өмірге де жетесіз, айналаңызда гармония болады, адамдармен қарым-қатынасыңыз, табысыңыз, үйдің берекесі барлығы көтеріледі. Сондықтан қымбатты қыздар, дәулетті ханымдар, энергиямызды көтерудің жолына түсу керек. Жалпы өзіміз соны энергиямызды көтереміз деген шешім қабылдау керек қой. Ойымызда ылғи да билесеңіз де энергияңыз көтеріледі. Шығыс биін билесеңіз. Өткендегі айтқан, жарты сағат бойы адамдармен әңгіме айтсаңыз энергияңыз көтеріледі. Күліп жүрсеңіз, ойнасаңыз энергияңыз көтеріледі. Энергия көтерудің жолдары өте көп, бірақ мен нақты маңыздыларын бүгін сіздерге айтып отырмын. Әйелдің энергиясы ең бастысы ақша әкеледі, үйіңізге табыс әкеледі. Ақшаны жақсы көрмейтін адам жоқ, үйіңізге табыс келген қаласаңыз, энергияны көтеріңіз. Ал енді энергияны қалай береміз? Қымбатты қыздар, дәулетті ханымдар, қалай бересіздер? Энергияға толдыңыз, наполнились, енді оны қайда береміз? Беруіміз керек қой, мына жерде тұрып қалмау керек қой. Қалай бересіздер? Ең бірінші берудің жолы жаңа айттым, күліп жүру, риза болу, адамдарға қуаныш сыйлау, ылғи да мейірімді болу. Одан бөлек энергияны әйел адам қолымен береді. Жасаған тамағыңыз арқылы бересіз. Бүгін сізге үшінші тапсырма, жасаған тамақ арқылы қалай береміз? Тамақ пісіріп жатқан кезде махаббатпен, оның әрбір деталына, салған тұзыңызға дейін прям махаббатпен энергияңызды беріп жасаңыз. Тамақ жасап жатып, осы тамақ менің балаларымның деннің сау болғанына көмектеседі. Осы тамақ арқылы менің күйеуім табысты болады. Мен миллионердің әйеліне айналам. Осы тамаққа берген махаббатыммен, энергияммен өзім дәулетті ханымға айналам деп, сондай ниетпен жасаңыз тамағыңызды. Әйел адамның қолмен жасалған тамақ сол әйелдің энергетикасына байытылған болады. Жұмыстамын, шаршап жүрмін деп көшеден полуфабрикат, пельменді полуфабрикат мантына келіп пісіріп бере салу, ол энергияңыз, ол сіздің энергияңыз емес. Сол қолмен басқа әйелдің энергетикасымен балаларыңызды, күйеулеріңізді тамақтандырасыздар. Немесе рестораннан тамақ іше салайық, кафеден тамақ іше салайық деу. Ол да сіздің энергияңыз жұмсалмайды ол жерде. Балаларыңызды, күйеуіңізді басқа адамдардың энергетикасымен қаруландырасыз. Немесе күйеуіңіз, жаным, мен бүгін кешкі асқа келмеймін, достарыммен тамақтана салам десе, жақсы болды, керемет, бүгін жұмысқа қуырып жей саламыз балаларымызбен деп, күйеудің сөйткенінің барлығына позволять ету, яғни оларға еркіндік берді деген осы екен деп, сіздің энергияңыз жоқ тағамды жеуіне мүмкіндік беру күндердің күнде екеуіңіздің араларыңызды алыстатып жібереді. Ол бір күн ресторандағы тамақты ішеді, екінші күн тағы сөйтеді, үшінші күні одан кейін сіздің энергетикаңызбен жасалынған дүние оған керек емес болып қалады. Араларыңыз алшақтайды. Үйден тамақ жегізуге тырысыңыздар. Мынандай сөз бар қазақта: ұлыңды бөтен үйден тойдырма, қызыңды бөтен үйге қондырма деген. Яғни ер адамдарды, баламызды, байымызды, әкемізді, бауырларымызды бөтен жерден тойдырма дегеннің түпкі мағынасында осы жатыр. Үйдегі анасының, жарының энергиясымен пісірілген, соның қолынан пісірілген тағамды жеу керек. Сіздерге бүгінгі тапсырма, сіздер ертең маған үйден балаларыңызға, күйеуіңізге жақын ер азаматтар, үйдегі ер азаматтарға жасап беріп жатқан қолдан жасалған тамақтарыңызбен отчет бересіздер. Ол тамақ қалай болу керек? Нанды қолмен илейсіздер. Нанды қолмен илеген кезде көп энергияңызды бересіз. Дайын лапшаны сала салғаннан гөрі қолмен илейсіз. Қандай күшті! Өздеріңіз білесіздер ғой, қолмен илеп кеспе жасаған кезде күйеуіңіз терлеп тепшіп, балаңыз терлеп тепшіп ішеді, бүгінгі тамақ дәмді бопты деп. Неге? Сіз энергияңызды салдыңыз. Қолмен илейміз, қолмен жаямыз нанды. Қолмен жайған кезде де мына алақандарыңыздағы бүкіл энергетика соған беріледі. Өте керемет техника. Дәл осы техниканы жасайсыздар. Қолдан тамақ пісіресіздер, отчетты жібересіздер. Сіздерге керемет тапсырма. Ал енді
мына қолмен нан жаюдың тағы да бір фишкасын айтып кетейін. Мына біздің алақанымыз толған нүкте. Мынаның бәрі толған нүкте. Осыны ылғи да сіз немен, оқтаумен, каталка дейсіздер ғой, оқтаумен нан жайған кездеріңізде осы нүктелердің барлығына массаж болады. Бұл нүктелерге массаж жасағанда тікелей алақандарымыз біздің мына миымызбен связаны болады. Миларыңызда қозғалыс болады, нейрондарыңыз қозғалады, во-первых. Мына мидағы нүктелер қозғалғаннан кейін сізде қандай да бір инсайттар пайда болады. Мидағы нүктені мына алақанға массаж жасау арқылы қозғалтқан кезде сіздің мына бетіңізге де әдемілік келеді. Бетіңіз де әдеміленіп, нұрлана бастайды. Сондықтан қыздар, қолмен тамақ жасауға тырысамыз. Қолмен турауға, қолмен тамақ жасауға, ана дайын дүниенің бәрі жақсы ғой, ол заманның мүмкіндігі, бірақ тырысамыз энергиямызды беру үшін. Бұл бірінші техника, энергияны қалай берудің бірінші жолы. Екінші жолы, барлық кірді болмаса да стирканы, күйеуіміздің, балаларымыздың кеудесіне киетін футболкаларын қолмен жуыңыздар. Қолмен жуған кезде сіз соған энергия бересіз. Жүрек жағындағы киімдері, кеудесіндегі киімдерін қолмен жуыңыздар. Сіз энергетика бересіз. Өзіңіз байқаңызшы, қолмен кеуде жағындағы киімдерін жуып, соны жайып, үтіктеген кезде прям керемет сезімде боласыз. Энергияны чувствовать етесіз. Рахаттанасыз. Балаңыз киіп отырса на футболканы, соның үстіне қарай бергіңіз келеді, өзіңіз қайтадан энергияңызды сөйтіп аласыз. Киімді қолмен жуу, сіз энергияңызды бересіз қолмен жуу арқылы. Одан кейін төсек жабындары, балаларыңыздың, күйеуіңіздің жататын төсектерінің жабындарын, простыня, пастельдер бар ғой, соларды төсеген кезде қолыңызбен бүйтіп сипап, оның қыртыстарын жазу, ол да сіздің энергияңыз. Ол арқылы да сіз энергетика бересіз. Түсініп тұрсыздар ма? Біз мүмкіндігінше көп энергия беруіміз керек. Олар бізге риза болған кезде ол энергия бізге қайтып келеді. Біз соған қуанамыз. Біздің денсаулығымыз үшін ол өте қажет. Бізде энергия алмасу постоянно болып тұру керек. Ол егер бізде тұрып қалса, біз сасыған суға айналамыз. Энергиямыз тұрып қалса, нерв жүйесі, бүйрек, одан кейін жаңағы семіздікке ұшыраймыз. Сөйтіп, ары қаратай тағы не болатынын айтпай-ақ қояйын. Қараңыздар, біздің энергиямыз бір күн ешкімге бермей жатыңызшы, ештеңе істемей жатасыз ғой, есіңізге түсіріңіз сондай сәттеріңізді. Қайтеді, басыңыз ауырады, нервіңіз ауырады. Демалу үшін жатып едім, басым ауырып кетті, нервничать кеттім, өзімді қоятынға жер таппай кеттім дейді. Сондай жағдайлар болады. Неге? Өйткені энергияңыз тұрып қалды. Біздің энергиямыз үнемі айналымда болуы керек. Одан кейін үтіктеу арқылы сіз энергия бересіз. Стирканы үтіктемейтін болдық қой кейін кезде, көп адамдар қазір үтіктемейді. Бұрын үтіктейтінбіз, қазір кезде үтіктемейді. Стирканы үтіктеу арқылы, әсіресе пастельдерді үтіктеген кезде, қыздар, төсек жабындарында ұйқының клеші болады. Ылғи ұйықтаймыз ғой бұл жерде, біз төсекте ылғи ұйықтаймыз. Ол жерде ұйқының клеші болады. Содан кейін жүресіздер, пастельдерді үтіктемей саласыздар да, ой, басым ауырды, энергиям жоқ, ұйқым қанбайды, тұрғым келмейді деп жүресіздер. Үтіктеп жатыңыздаршы, ұйқының клешін өлтіресіздер. Өзіңіздің энергетикаңызды саласыз. Ана жерде энергетичный жерде жатып ұйықтаған кезде сіз уақытымен тұрып бастайсыз. Байқайсыз өзіңіз. Ұйқының клешін үтікпен өлтіру керек. Ұйқының клеші барлық неде болады? Киімдердің бәрінде болады. Күйеуіңіз жалқаулығын қойсын десеңіз, үтіктеп киіндіріңіз. Балаңызды да үтіктеп киіндіріңіз. Өз энергияңызды бересіз ол жердегі біріншіден. Екіншіден, ұйқының клешін өлтіресіздер. Ол ұйқының клеші болады дегенді мен емес, ғалымдар айтқан. Әйел энергиясы тұрып сасып борсиды дегенді мен емес, ғалымдар айтқан. Тіпті осы ғалымдардың зерттеуі бойынша семіздіктің өзінің 70% осы энергияның тұрып қалғанына байланысты болады екен. Ал қымбатты қыздар, осы жерде осы сәтте өмір сүрейік, әрбір сәтімізден
энергия ала білейік, әрбір сәтімізге қуанып, әрбір сәтімізге риза бола білейік. Бүгін мен сіздерге уже берілдім біраз тапсырманы: тұзбен шомылу, энергияны 4 судан, жерден, ауадан, оттан алып үйрену, одан кейін қолдан тамақ пісіру. Тапсырмаларыңыз жазып отырсыздар ма? Қолдан тағам пісіру, үтіктеу, әрбір жабынды қолымызбен сипалап қыртысын жазу, одан кейін кірді қолмен жуу. Дәл осы тапсырмаларды ертең мен сіздерден күтемін. Қалай энергия алдыңыз? Қандай әсерде болдыңыз? Энергия алудың қай түрімен қолдандыңыз? Бүгін қайсысын қолдандыңыз, ертең қайсысын қолданасыз? Энергия берудің әдістерінің қайсысын қолдандыңыз өмірде? Отбасындағы адамдарға энергияңызды берген кезде олардың сізге берген кері байланысы, олардың әсері қандай? Осының барлығын сіздерден күтем. Обязательно оқтаумен нан жаю, қолмен нан илеу міндетті түрде болатын болсын. Келесі сабақта кездескенше. Ал қымбатты дәулетті ханымдар, қалайсыздар? Сабақтан алған әсерлеріңіз бен ойларыңызды бөлісіңіздер. Комментарийді қостым, қыздар. Лайк басыңыздар. Дауысым естіліп тұр ма? Бейнем жақсы көрініп тұр ма? Темірбекова, Айтгүл, Жанар, керемет дейді. Кеш жарық, өте керемет техникалар. Өте көп информация мен өте көп техника берілді. Барлығын қолданамыз. Күшті от дейді. Тұзды қанша саламыз? Бір пачкасын бірақ салсаңыз да болады. Жартысын салсаңыз да болады. Жүрегіңіздің қалағанын істеңіз. Мен бір пачканы бірақ жасаймын. Супер. Сабағыңыз керемет, жаным рахаттанып тыңдады. Өзі де маған да ұнап жүр сабағым қалай өтіп жатқаны. Қымбатты қыздар, дәулетті ханымдар, давайте мен өзімнің парақшамнан тікелей эфирге шығайын. Сол жерден отзыв күтем сіздерден. Және де эфирге кто смелая шығуларыңызға болады. Дайындалыңыздар. Мені қос деп жазсаңыздар, қосамын. Үтіктеп қоям дейді Ләззат, молодец. Алмагүл, мені қосыңыз дейді. Давайте менің өзімнің парақшамнан тікелей эфирге шығайын, сол жерден қосайын сіздерді, е? Келесі сабақта кездескенше қыздар. Сол жаққа шығып, отзыв жазыңыздар. Сіздердің керемет сабақта отырғандарыңызды басқа оқырмандар білсін.